Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге ассорти компотын бірге дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен пайдаланатын банкаларымызды және де қақпақтарын 15-20 минуттан жақсылап булап аламыз. Қара өріктерімізді 10-12 данадан қосып шығамын. Қалауларыңызға қарай жеміс-жидектің түрін өзгертсеңіздер болады. Алманы 7-8 штуктан қосып шығамын. Және бір шай кесе көлемінде шиелерімізді қосып шығамыз. Егерде видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сары өрік қосамын. Сары өрік менде ірі емес, майда. Сол себепті 200 грамм мөлшеріне қосамын. Егерде ірі болатын болса, сіздер 5-6 штуктан қоссаңыздар болады. 2 лимон тілімін қосамын. Осылай жіңішкелеп турап, дәндерінен тазартып қосамыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, банкаларымызды 20-25 минутқа қойып қоямыз. 25 минутта жеміс-жидектердің осылай шырыны шығып, қызыл реңкке бөленеді. Осы суды тегешке құйып аламыз. Мен өзінің суын пайдаланамын. 1 литр банкеге 100 грамм мөлшерінде қант қосатын боламыз. Мен 3 литрлік банкілерді қолданып жатырмын, яғни 300 граммнан 5 рет салып шығамын. Қантымыз түбінде шөгіп қалмас үшін жақсылап араластырып 15 минут қайнатамыз, және де 1 немесе 1,5 литр үстіне су құямыз. Қайнау барысында осы суымыз кішкене азаяды. Банкаларымызға қайнаған сироптарымызды барлығына толықтай құйып шығамыз. Банкаларымыздың аузын мықтап жабамыз, және де жапқаннан кейін су ағып тұр ма, ағып тұрған жоқ па тексересіздер. Егерде қантты мен сияқты сиропқа құймай, банкінің өзіне құйсаңыздар да болады. Ол кезде банканы осылай араластырып жібересіздер, және де су ағып тұр ма, ақпай тұр ма, осылай бір тексеріп аласыздар. Менде қантымыз сиропта толығымен ерігендіктен банканы төмен қаратпай осылай қоя беремін. Банкаларымыз өзінің ыстығымен жарылып кетпес үшін 1-2 күнге одеяломен орап қалдырамыз. Осындай дәмді бізде компоттар шығады. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар. Ас болсын!